Бүгінде ауылдық жерлерді дамыту ел экономикасының маңызды бағыттарының бірі. Осы ретте қолға алынған қаладан ауылға бастамасы өңірдегі ауылдардың тыныс-тіршілігін жандандыруға бағытталған. Жобаға алғашқылардың бірі болып қолдау білдіргендердің қатарында Бесқарағай ауданының ауыл шаруашылығы кәсіпорнының басшысы бар. Оның айтуынша, ауылдық аймақтарды дамыту үшін ең алдымен тұрақты жұмыс орындарын көбейтіп, инфрақұрылымды нығайту қажет. Сондықтан кәсіпорын соңғы жылдары өндірісті кеңейтіп, жаңа техника мен мал басын көбейтуге ерекше көңіл бөліп келеді. Жоба аясында ауылға қоныс аударған тұрғындарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, жұмыс пен өмір сүруге қолайлы жағдай жасалмақ. Қалиханұлы шаруа қожалығы Бесқарағай ауданы Стеклянка ауылында міне осындай шаруа қожалығымыз бар. Сиыр сауамыз, мал басымыз мыңға жуық, механизаторларымыз бар, жұмысшыларымыз бәрі сауын сауатын даяркадарымыз бар. Бізге әрқашанда қаладан ауылға деген келетін азаматтар болса жұмысқа әрқашанда қабылдауға дайынбыз. Отбасымен келсе, бала шағасымен көшіп келетіндер болса, үй береміз, мал береміз. Жалақы 300 мыңның үстінде болады. Жаз мезгілінде қыстық шөп дайындаймыз, жем шөбін дайындаймыз малдың. О кезде айлық 2 есе еселеніп төленеді. Өйткені онда уже уақытпен санаспайтын кез болады. Сол кезде 2 еселеніп ақша төленеді, зарплата. Механизатор керек, малшы керек, сауыншы керек. Ауылға келіңіздер, жұмыс әрқашан дайын. Біз сіздерді құшақ жая қарсы аламыз. Жоба аясында ауылға қоныс аударғысы келетін тұрғындарға нақты мүмкіндіктер ұсынылуда. Шаруашылық басшылығының сөзінше, мұнда еңбек етемін деген адамға жұмыста тұрақты табыс табуға мүмкіндік те бар. Қазіргі таңда кәсіпорында сүт бағытындағы мал өсіру, өнім өңдеу және жылқы шаруашылығы дамып келеді. Өндіріс ауқымының кеңеюі ауыл экономикасына оң әсерін тигізіп, жергілікті тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға септігін тигізуде. Сонымен қатар, ауыл облыс орталығына жақын орналасқандықтан инфрақұрылым жағынан да қолайлы. Бұл қала өмірінен ауылға қоныс аударғысы келетін азаматтар үшін тиімді мүмкіндік. Кәсіпкердің айтуынша, мұндай бастамалар ауылдың әлеуетін арттырып қана қоймай, елдің болашағын ауылмен байланыстыратын жаңа үрдісті қалыптастырады. Нұрай Медетқызы, Марат Сәгінбаев, ТВК 6 телеарнасы.